Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге сосиска в тесте дайындаймыз. Бізге ол үшін жылы сүт керек. Сүтімізді жылытып аламыз. Үстіне бір шай қасық бұрыш салып, одан кейін бір шай қасық тұз салып, кішкене қант салып араластырамыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Таза ыдысымызды алып, бір жұмыртқаны жарып, үстіне ерітілген сары майымызды құйып, араластырамыз. Одан кейін жаңағы дайын болған масамыздың үстіне жұмыртқа мен сары майымызды құямыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Мен бірінші ситамен араластырып алдым. Одан кейін қолмен жұмсақ қамыр иледім. Үстіне 1-2 тамшы май құйып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз кішкене қолға жабысуы керек. Бетін жауып, жылы жерге 1 немесе 1,5 сағатқа орап қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз ашыды. 1 сағаттан өте уже ашып қалды. Ұнымызды теуіп, қамырымызды алып, бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін домалақ етіп, бөліктерге бөліп шығамыз. Дәл видеодағыдай жасаңыздар болады. Дайын болған қамырларымызды алып, осылай қолмен озон етіп, сосискамызды алып, орап шығамыз. Қамырымыздың бетін жауып қоюды ұмытпаңыздар. Барлығын осылай жасап шығып, пешімізді алдын ала қыздырып, сосиска в тестенің үстіне жұмыртқаның сарысын жағып және күнжутымызды теуіп, 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Сіздерге видеоны назарлай қойып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеодан соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.